Қазіргі Қазақстандағы бүкіл шиновниктер, бүкіл депутаттар, бүкіл министрлер, бүкіл облыс аудан әкімдері барлығы сатқындар. Бірі қалмай бәрі сатқын. Бүкіл депутаттар сатқын. Бүкіл депутаттар қазіргі бүкіл Назарбаев, Тоқаевтың осы командасында жүрген бұл сұмырайлардың барлығы шетінен өлімге лайықтылар. Ертең демократиялық Қазақстан құрылғанда бұларды сол аудан әкім, облыс әкім, депутат, министр, мынау ұлттық арнадағы анау журналистер, сатқындар, анау суайттардың бәрін бірін қалдырмай дарғасып өлтіретінге лайық қылмыстары бар. Себебі олар ұлттың сатқындары, ұлттымыздың жауы олар. Сол режимге жұмыс істеушілер. Егер ар ұжданы болса, депутаттықтан арыз жазып кетіп қалатын еді. Ар ұжданы болса, ұлттық арнада суайт болып қадірім кеткенше тауға шығып мал баққаным абзал еді деп кетіп қалар еді. Бұл суайттар, бұлардың барлығы ертең жаңа халықаралық тәуелсіз бақылаушылар мен сарапшыларды алып келіп, бәрін самсытып тұрып, дарғасып тастаймыз. Бірін қалдырмай, бірін. Себебі болашақ ұрпақта қазақтан сатқын болмау керек. Қазақ соңғы 2 ғасырда ұлт сатқындарын жазалай алған жоқ. Кенесарыны сатқандар жазаланбаған сол күннен бастап қазақта сатқындар жазаланған жоқ, және сатқындар жақсы өмір сүрді. Кім қаншалықты деңгейде сатқын болса, ол соншалықты деңгейде жақсы жайлы өмір сүрді. Сондықтан қазақтар сатқындықпенен өмір сүргеннің жақсы екендігін біліп, сол Кенесары қалай өлтірілді, солай қазақтар сатқындықты туғылып алды. Енді біз соны аяқтаймыз. Біз аяқтаймыз. Ол жаратушының бізге жазған миссиясы. Біз осы сатқындықты тоқтатамыз, нүкте қоямыз. Енді Орыста, Қытайда дәл қазір әлемнің бас ауруы болып тұр. Бүкіл әлемнің, бүкіл адамзаттық өркениеттің бас ауруы болып тұр. Ол тәуелсіз ойлай алатын, есі дұрыс адамның бәріне бірден белгілі ұғым. Кез келген есі дұрыс адам осы секталық, коммунистік, импершілдік аурумен ауырған осы екі қауымның бүкіл дүние жүзінің бас ауруы екендігін біліп отыр. Бұл жерде мен тағы 100-ші рет, мүмкін 1000-ші рет, мүмкін 10.000-ші рет тағы қайталап айтам. Мен орыс халқы мен Қытай халқына қарсы емеспін. Жаман ұлт жоқ, жаман адам бар. Бұл Қытай халқы мен орыс халқы, олар өздерінің билеуші, импершіл, секталық, мынау үстем тап өкілдері жағынан барымталанып, бақытсыз өмір сүріп келе жатқан бейшара халықтар. Және бұл халықтың ішінен шыққан кейбір миы уланғандар ұлы Қытай халқы, мысалы, Да Жунхуа дейді, ұлы Қытай дейді, немесе ұлы орыс халқы дейді, великий русский, великая русский дейді. Бұның бәрі оттаған сөз. Бұл әсіре ұлтшылдық, шовинистік пиғылдан шыққан терминдер. Олар ешқандай да ұлы емес. Олар ұлы емес, олар билеуші табының құлы. Және олар тобырлық санаға түсіп қалған. Тарихтан бері олардың үстем табы өкілдері оларды не мына изіммен, не ана изіммен ауыртып, айналасына тек қана өлім, ажал отын бүркіп келді. Айналасында халықтарды қынадай қырып жер бетінен жойып келді. Және осы халықтың өзіне ешқашан демократия берген жоқ. Бұл халықтың бейшара ата-аналары оңай омыртқасын үзіп тапқан, әпелеп, мәлпештеп өсірген, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген ұлын жаңағы үстем тап өкілдерінің, мейлі коммунистік секталары, мейлі басқа сектасы болсын, әлгі ұлдарын бұларға береді, бұл оны апарып қырғын соғысқа салады. Оны жай соғысқа салмайды, оны алқаш, қаншер, жауыз және бейбіт бейшара Бұқараны басқа қауымдарды өлтіргенін батырлық сезінетін, елдің 2 қабат әйеліне дейін найзалап өлтіретін, жаңа бесіктегі сәбиіне дейін найзалап өлтіретінді батырлық дейтін сондай сұрқия, жауыз, хайуандық санадан да төмен түсіп кеткен бір құбыжыққа айналдырып барып оларды соғысқа салды. Және ол құбыжықтар өзгелерді өлтіреді, соңында өзі де өледі. Міне адамзат тарихындағы ең ашынышты
Тарих, ең қорқынышты тарих осы Қытай мен орыс жағынан жазылып келді. Ұлы орыс халқы деп айтатындардың дені ұлттық патриотизммен айтқандарын түсінуге болар. Ұлы Қытай халқы дейтіндердің бір патриоттықпен айтқанын түсінуге болар. Бірақ көп жағдайда бұлардың билеуші тауы, мейлі Шар-Россия кезі, мейлі Чин династиясы кезі, Шүршіт династиясы кезі, мейлі коммунистік Совет одағы кезі, немесе Қытай коммунистік республикалық жүйесі кезі, бұлардың барлығында бірінен бірі өткен импершілдік аурумен ауырды, және өзінің халқын сол аурумен жұқтырды, ауыртты. Оны патриотизм деді. Патриотизм менен импершілдікті, патриотизм менен отаншылдық менен шапқыншылықты ауыстырды. Ал надан халық, надан тобырлық санаға түскен халық шапқыншылық пен қанішерлікті патриотизммен ауыстырып алды. Енді осыдан барып дәлел. Маған кеше Тайванның журналисті сұрақ қойғанда, Қытайдың Тайванға соғыс ашатыны, не Үндістанға, Тибет арқылы соғыс ашатыны, не Орталық Азияға, әсіресе Қазақстанға соғыс ашатыны туралы қандай дәлеліңіз бар дейді. Енді журналист те өзінің көзқарасын айтты. Егер соғыс ашқан жағдайда Қытай экономикасы күйрейді, теңізден келетін бүкіл тауарларына тыйым салынады. Қазірдің өзінде санкцияның астында сансырап жатқанда санкция тіпті күшейе түсетін болады. Финанс нарығы күйрейді, шетелге экспорты тоқтайды, анау-мынау қаншама әңгіме кетті. Бірақ осының бәрін айтып отырып, біз өз көзқарасымызды айттық. Енді осыны қазақша жеткізейік. Мына көруші адамдардың саны аздау болып отыр. Қалай мына сонда? Бөліспей жассыздар ма? Не жағдай болып тұр мынау? Мен бір көріп жіберейінші, 1 минут. Мына бөлісіп таратып тастаңыздар, жігіттер. Бөлісіп таратып тастаңыздар. Қазір қанша адам көріп отырсыздар? Бөлісіп мынаны айналаңызға таратып, Фейсбукке мына сілтемесін салып, WhatsAppқа таратып, міне қазір міне. Дереу астына подписать етіңіздер, міне біздің каналымыздың жазушылары қазір 300 мыңға таяқ қапты, 295 мың бопты. Соны 300 мыңға, 500 мыңға жеткізейік. 500 мыңға жеткізейік. Таратыңыздар мына. Өздеріңіз ғана тыңдап, жақсылықты өздеріңіз ғана біліп, өзге жұрт құрғалып қалмасын. Таратуға әрбір қазақ міндетті. Және тыңдап отырсаңыз астына тіркеліңіз, комментарий жазыңыз, пікір жазыңыз, комментарийға лайк басыңыз, және комментарийға комментарий жазыңыз. Сөйтіп, мына біздің көрілімді арттырайық.